Қызылордалық жерлестеріме жалынды сәлем. Жастар форумына қатысушыларға жаңа жылда үлкен табыс тілеймін. Мен Қызылорданы осыдан 50 жыл бұрын 12 жасымда алғашқы рет көрген едім. Сонда 5 этажды үйлерді көріп, үлкен бір әсерде болған едім. Қызылордада сол кезде математикалық олимпиада болды. Мен әр білетінім квадрат теңдеуді шешу және бірден жүзге дейінгі сандарды қосуды үйрену. Сонда маған алғашқы рет құрмет грамотасын берген. Оған қоса 5-6 кітап сыйлық берген. Сонда кітаптың жартысы математикалық кітаптар екен. Апмай, математикадан да кітаптар болады екен ау деген ой сонда келген еді. Осы жағдай менің ғылымдағы карьерамның басы болды. Менің математикаға ден қоюыма үлкен әсер етті. Мен осыдан 10 шақты жыл бұрын Еуропаны аралап қайтадан елге келгенімде бір нәрсені байқадым. Жастар ғылымнан кетіп жатыр екен. Бәрі күнкөрістің қамымен базар аралап жүр екен. Сондықтан жастарға ғылымға көзқарасын өзгертудің бір әдісі ретінде $100 сыйлық ережесін ойлап тапқан едім. Кім деген есеп шығарса, соған $100. Ол есеп қиын болуы да мүмкін, оңай болуы да мүмкін. Мен оған қарағаным жоқ. Тіпті есеп дұрыс болмаса да мен беріп жүрдім. Өйткені әңгіме оның ережесін қиындатып, шын мәнінде жаңа дұрыс емес екендігін тексеру емес. Әңгіме жастардың көңілін бері қарай бұру. Құндылықтың не екендігін, парасаттың не екендігін көрсету. Осы менің ноу-хауым болды. Осы ноу-хауымды мен жұртқа насихаттап жүрмін. Кімде-кім, әкімшілік ба, бай адам ба, ғалым ба, басқа салама бәрібір. Ғалымға көңіл бөлген жастарға қолдау көрсету керек. Абай айтпай ма? Ғалым болмай немене балалықты қисаңыз да. Демек, балалықты қиған балаларға сіз қолдау көрсетіңіз. Бұл Алланың алдында да, қоғамның алдында да үлкен сауап болады. Менің осы сөзімді жерге тастамай қолдаған Қызылорда қаласының әкімшілігіне алғысымды айтамын. Биыл менің атымдағы сыйлық 10 жыл беріліп жатыр екен. Байқап қарасам, 200-дей адам сыйлық алған екен. Бұған бірталай қаражат кеткен екен. Әңгіме бұл премияның менің атым аталуында емес. Мен қайталап айтамын. Бұл үлгіні басқа қаладан да, басқа саладан да қолдауына ешкім кедергі жасамайды. Биыл осы конкурсқа қатысып, жеңіске жеткен балаларды мен құттықтаймын. Алдада табыстан табысқа жете беріңдер деймін. Бірақ егер биыл ұтылмаған балалар болса, оған қатты қайғырмаңдар. Аманшылық болса келесі тағы да болар. Одан кейін тағы да болар. Бірде болмаса келесі жылы жеңіске жетесіңдер. Барлықтарыңызда аман болыңдар, жақсы болыңдар. Жаңа жыл сіздерге жаңа табыс алып келсін. Тілектес Алматыдан Асқар Жұмаділдаев деген ағаларым.